Ассаламуалейкум құрметті көрермендер. Егер сіздердің сиырларыңызда мазасыздану, денесінің ауырсынуы, қышыну, сүт беру мөлшері төмендеу, дене қуаты әлсіреп арықтау байқалса, сонымен қатар бұзауларыңыздың өсуі баяу болса, менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, құнды ақпараттарды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Егер сиырыңызда жоғарыдағы белгілер байқалса, онда сиырыңызда оқыра болуы мүмкін. Оқыра туралы қысқаша түсініктеме бере кетейін. Оқыра сиырдың тері асты тіканінің ішіндегі сиыр оқыра құртымен жолақты тері бүгелегі пайда қылатын бір түрлі созылмалы паразит құрт індеті. Оқыраның жетілу барысы жұмыртқа, балапан құрт, бүгенек құрт, жетілген құрт болады. Оқыра сиыр құймышағына балапандығынан кейін балапан құрт тері астына кіріп, тері асты тікандарында паразиттік тіршілік етеді. Жетілген аналық құрт сыртқы ортада тек 5-6 күн қана жасайды. Жұмыртқалаған соң өмірін ақырластырады. Бір аналық құрт 400-800-ге дейін жұмыртқалап, 4-7 күн аралығында балапан құртқа айналады. Балапан құрт тері тесігіне, тері асты тікандарына кіріп, тері астындағы оқыра ұяшығын қалыптастырады. Мөлшермен 2 ай өткен соң балапан құрт өңештің сары қабығы немесе кілегей қабығына көшіріледі. Олар осы арада 5 ай тіршілік етеді. Сосын бауыр қабығы арқылы жылжып, бел омыртқаға жөткеледі. Бір мезгіл өткеннен кейін томпайған оқыра ұяшықтың үстінде 0,2 мм кішкене тесік қалыптасады. Балапан құрт кішкене тесіктен тыныс алады. Осы кезде екінші ұрпақ балапан құрт біртіндеп құртқа айналып, тері қабатының тесіктері сәйкесті кеңейеді. Әрі теріден өрмелеп шығып жерге түсіп, топырақ арасында 4-6 күн ішінде балапан құрт жұмыртқадан шығып бүгенек құртқа айналады. 1 айдан 2 айға дейін қанат өсіп жетілген құртқа айналады. Балапан құрт сиырдың денесінде өсіп жетілуіне 10-11 ай уақыт кетеді. Егер оқыраның балапан құрты миға кіріп нервті бүлдірсе, індет сиыр арт-артынан аяғын сілкіп жығылады, салданады, есінен танады, тіпті өледі. Емдеу және алдын алу. Бірінші, сиырдың денесіне 2% диптерекс ерітіндісімен сиырдың денесін 3-2 минут сүртеді. Осылай 24 сағат ішінде қыруар балапан құртты өлтіруге болады. Екінші, ивермек сұйықтығынан жетілген сиырларға 6-8 милли өкіл етіледі. Бұлшықет немесе тері астына. 70 күн төңірегіндегі томпиып шыққан оқыра ұяшығын жұмсартып, серпімділігінен айырып, барлық балапан құрттарды өлтіруге болады. Үшінші, әдеттегі жағдайда жетілген сауын сиырларға пентион күкіртті фосфор сұйықтығынан 1,5 милли өкіл ету. 2 жасар сиырларға 1 милли, 1 жасар сиырларға 0,5 милли өкіл құяды. Үлкен сиырларға артқы аяғының бұлшықетінен құяды. Бұл дәріні қарашадан желтоқсанға дейін құйған жақсы. Құрметті көрермен, бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қолдап қуаттап қойыңыздар. Бай болыңыздар, бақытты болыңыздар, басты болыңыздар, малды болыңыздар.